Саламатсыздар ма? Қазақстан тарихынан қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысына қатысу бөлімі бойынша оқып үйренуді әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақстандықтар кеңес одағының батырлары Бауыржан Момышұлы аңызға айналған тұлға. Бүгінгі сабақта оқып үйренетініміз кеңес одағының батырлары мен олардың ерліктері туралы біледі. Аты аңызға айналған батыр, әскери педагог Бауыржан Момышұлының әскери өнері мен тағдырын талдайды. Сабағымызды үй тапсырмасын сұраудан бастаймыз. Үй тапсырмасының тақырыбы қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысындағы ерліктері. Ол үшін сиқырлы таяқша стратегиясы бойынша 3 сұрақ ұсынамын. Бірінші, Мәскеу түбінде ерлікпен шайқасқан қазақстандық батырларды атаңыз. Екінші, Мәскеу шайқасына қатысты негізгі деректерді атап көрсетіңіз. Үшінші, Сталинград шайқасының хронологиясын атап көрсетіңіз. Сәттілік. Бірінші, Мәскеу түбінде ерлікпен шайқасқан қазақстандық батырлар. Төлеген Тоқтаров, ротаның саяси жетекшісі Мәлік Ғабдуллин, Амангелді Имановтың ұлы автоматшы Рамазан Амангелдиев, Бауыржан Момышұлы. Екінші, Мәскеу шайқасына қатысты негізгі деректер. Неміс фашистердің Мәскеуді алу үшін жасаған жоспары Тайфун операциясы деп аталады. Мәскеу түбінде генерал-майор Панфиловтың 316-шы атқыштар дивизиясы ерлікпен шайқасты. Новосекова разъезі түбінде жаудың 18 автомашинасын жойып, 1075-ші атқыштар полкының 28-ші панфиловшылар атанған танк жоюшылар тобының ерлігі баршамызға аян. Мәскеу шайқасында көрсеткен ерліктері үшін 316-шы атқыштар дивизиясы 8-ші гвардиялық дивизия болып қайта құрылды. Сталинград шайқасының хронологиясы. Сталинград шайқасы Екінші дүниежүзілік соғыстағы басты шайқастардың бірі. Ол 1942 жылдың 17 шілдесінен 1943 жылдың 2 ақпаны аралығын қамтиды. Енді үй тапсырмасы бойынша мынадай қорытынды жасаймыз. Жауынгерлердің Мәскеу және Сталинград шайқастарындағы жаппай ерліктері барлық дәрежедегі командирлердің шұғыл және стратегиялық соғыс өнері әлемдік соғыс тарихындағы аса ірі шайқастарда кеңес әскерлерін жеңіске жеткізді. Мәскеу шайқасы Екінші дүниежүзілік соғыстағы түбегейлі бетбұрыс болса, ал Сталинград шайқасында гитлерлік Германияның жеңілісі айқындалды. Енді сабағымызды жаңа сабақпен жалғастырамыз. Ұлы Отан соғысындағы ерліктері үшін кеңес одағының батыры атағын алғандар барлығы 11.600 адам. Қазақстандықтар 497, қазақтар 97, ал қазақ қыздары 2. 2 мәрте кеңес одағының батыры атағын алғандар. Бірінші, Талғат Жақыпбекұлы Бегелдинов. Екінші, Леонид Игнатьевич Беда. Үшінші, Иван Фомич Павлов. Төртінші, Сергей Данилович Луганский. Қызылордалық кеңес одағының батырлары 22. 3 мәрте кеңес одағының батыры атағын алған Иван Кажидовты білеміз. Ол Шымкент қаласында орналасқан Чубуев әскери авиация училищесінің түлегі. Кеңес одағының орден медальдарымен марапатталған қазақстандықтар 96.638 адам. Данов орденінің толық иегері 142 жауынгер. Ұлы Отан соғысында қаза тапқан қазақстандықтар саны 603.000 адам. КСР-ның жау қолында қалған аймақтарында соғыстың алғашқы күндерінен бастап партизан қозғалысы өрістеді. Қазақстандық партизандардың жалпы саны 3,5 мың адам.
Ерекше атап өтуге болатын батыр Қасым Қайсенов, Қазақстанның халық қаһарманы, көрнекті жазушы, партизан қозғалысының батыры. Ұшқыш әйел Хиуаз Доспанова, халық қаһарманы. Рейхстагқа ту тіккен қазақ, халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаев. Бұл кісілердің есімі әр уақытта ел есінде. 1945 жылы 9 тамыз одақтастық міндеттемелерге сәйкес КСРО Жапонияға қарсы соғыс бастады. Қызыл армияның қиыр шығыстағы соғысы 24 күнге созылды. 234 адам Жапонияны жеңгені үшін орден медальдармен марапатталды. Ал аты аңызға айналған Бауыржан Момышұлы жайлы не білеміз? Ұлы Отан соғысы басталғанда Бауыржан Момышұлы Алматы маңында жаңадан жасақталған 316 дивизияға 1073 атқыштар полкының 1-ші атқыштар батальонының командирі болып қабылданды. Бауыржан Момышұлы басқарған батальон Мәскеу үшін шайқаста 27 рет ұрысқа кіріп, соғыс тарихында болмаған тактикалық маневрлар жасап, әскери өнерге жаңалық енгізген. Ол әскери педагог, білгір соғыс психологы, адам жанын терең түсінген жазушы, дүние жүзіне танымал қолбасшы. Бауыржан Момышұлының қаламынан туған қанмен жазылған кітабы, оның соғыс психологиясы деп аталатын бөлімі, Қазақстан елінің ұландарын тәрбиелеуде баға жетпес оқу құралы екені белгілі. Ол қайтыс болған соң 1990 жылдың 11 желтоқсанында Кеңес одағының батыры атағы берілді. 2000 жылы Бауыржан Момышұлы ғасыр адамы деп танылды. Ал енді оқушылар, жаңа сабағымызды бірнеше тапсырмалар арқылы қорытындылаймыз. Бірінші тапсырма деректен дәлел әдісі бойынша. Бауыржан Момышұлының батырлығы мен тұлғалық ерекшеліктерін қандай сөздері мен істерінен байқар едіңіз? Ол үшін төмендегі дескрипторларды басшылыққа аласыздар. Оқушы Бауыржан Момышұлының батырлығының 5 нақты ерекшелігі көрсетеді. Оқушы Бауыржан Момышұлының тұлғалық 5 ерекшелігін нақты көрсетеді. Сәттілік. Бауыржан Момышұлының батырлығы. Бірінші, Мәскеу үшін 27 рет ұрысқа қатысуы. Екінші, соғыс тарихында тактикалық маневрлар енгізуі. Үшінші, бірнеше рет жау қоршауын бұзуы. Төртінші, әскери өнерге жаңалық енгізуі. Бесінші, Волоколам тасжолын қорғаудағы батальонның ерлігі. Келесі, тұлғалық ерекшелігі. Бірінші, адам жанын түсінген жазушы. Екінші, әскери педагог. Үшінші, ғасыр адамы. Төртінші, дүние жүзіне танымал қолбасшы. Бесінші, көркем сөз шебері. Сабағымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі тапсырма сызбаны толтыр әдісі. Таңдауыңызға қарай 3 Кеңес одағының батырын және олардың ерліктерін атаңыз. Қазақстандық Кеңес одағының батырлары аты жөні, ерліктерін жазып көрсетесіз. Сызбаны толтыру үшін төмендегі дескрипторларды басшылыққа аласыз. Оқушы өзі таңдаған Қазақстандық Кеңес одағының батырын атап көрсетеді. Оқушы өзі таңдаған 3 Кеңес одағының батырының ерліктерін нақты сипаттайды. Сәттілік. Қазақстандық Кеңес одағының батырлары. Бірінші, Талғат Бейгелдинов 155 рет жауынгерлік тапсырмамен барлауға шықты. 305 рет жауынгерлік тапсырмамен ұшты. Немістің 7 ұшағын жойды.
Сергей Луганский. Жаудың 17 ұшағын жойды. 1945 жылдың наурызына дейін 417 рет жауынгерлік тапсырмамен ұшты. 200 әуе ұрысын жүргізді. Үшінші, қарағандылық ұшқыш Нұркен Әбдіріп. Жанып жатқан ұшағын жау танкілерінің шоғырына құлатып, серігі Комиссаровпен бірге ерлікпен қаза тапты. Үйге тапсырма. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан ерлестер тақырыбына таныстырылым құрастырыңыз. Енді бүгінгі өткен жаңа сабағымыз бойынша кері байланыс жасап көрейік. Ол үшін сіздерге соңғы бір сөйлем әдісін ұсынамын. Тақырып мазмұнына сай әр оқушы бір сөйлемнен тұратын ой айтады. Назарларыңызға рахмет.